Өтіп бара жатқан 2020 жыл көп адамдар үшін ауыр жыл болғаны жасырын емес. Биылғы жыл менің өміріме көптеген өзгерістерді алып келді. Пандемия кезінде мен және менің әріптестеріммен алдыңғы шепте қызмет атқардық. Осы жылы мен бірнеше рет адамдардың өмірін құтқарып қалғаным үшін, ерлік үшін медалын алған болатын. Келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын. Жаңа жыл жаңа бақыт, жаңа табыс әкелсін. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Ауызбіршілігіміз берік болып, жарқын болашаққа деген сенім нық болсын. Татулық жылы болсын. Ар отбасы үшін ырыс пен береке жылы болсын. Мен барша қазақстандықтарды жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын. Аспанымыз ашық болсын. Денсаулықтарымыз мықты болсын.